менің балам 3 жастан бері аутизм диагнозымен ауырады. Қазіргі таңда балам 6 жаста. Біз деген шетелге де бардық, көп емдерді. Мықты мен деген профессор Израильмен бірlikte баланы емдедік. 4 жастан кейін бізде аутизм диагнозы 4-5 жастан кейін одан сайын қатты болып кетті. Бұл диагноз алғашында жай көрінуі мүмкін, кейін бірден өзінің реакциясын көрсетеді, бірден қиын болып кетеді. Сондықтан енді баламды 3 жылдан бері апармаған жерім жоқ. Көп ақша да салдым, көп энергия, жұмыстан шықтым. Осы балам үшін Астана қаласына Қарағандыдан көшіп келдім. Балам үшін мықты профессорларға көрсеттім. Үздіксіз біз ем алдық, үздіксіз. Айына орталықтары бар, EBI терапиялар, айына 250-300 мың. Осы 300 мың теңге бір үйдің бір еркегінің табысы ғой қазіргі таңда. Сол 300 мың теңге ай сайын EBI терапияны оқыттық 3 жыл бойы. Балаға ешқандай результат берген жоқ. Сол бала сөйлемейтін қалпында, сол секіреді, жаңағыдай сол агрессия қалпында, гиперактивный бала ұқпайды, уже 6 жасқа келіп жатыр мектеп возрастында. Енді мен компанияны естідім, мен бұл компанияны Өзбекстаннан естідім. Алғашында менің бір танысым Ташкентте тұратын осы Мәрихестің өнімін беріпті. Енді балаға 100% көмектеседі. Алғашқы 2-3 аптасында результат болады. Қазіргі таңда 3 жыл бойы емдеткен балам, сөйлемейтін бала, қазір осының витаминдердің ішу арқасында, баттар ғой бұлар, комплексті ішудің арқасында қазір сөйлейді. Реакция бар, мектепке дайындалып жатырмыз. Аллах нәсіп етсе мектепке барамыз. Мүлдем пониманиясы жоқ болған бала. Біз хоть какой терапияны өттік, хоть какой профессорға бармадық. Оказывается, мозгта нейрондары болады екен, клеткалар ұйықтап жатқан. Соларды оятпаса, мозгта қан дұрыс балаға бармаса, ол сен қанша логопедке бар, қаншама дефектологқа бар, қаншама мықты тоқ өткіз бастан, ол ешқандай әсер етпейді. Сондықтан айтарым, АВ витамині мен жаңағыдай иодин хилтты қатар берсін. Но осторожности, баланың жасына қарап оны рекомендация береді. Өзімнің баламның басынан өтіп отыр. Өйткені қазір сөйлейміз, не только сөйлейміз, қазір сұрақ қоямыз, агрессия, мүлдем андай қауқары жоқ бала болды да, өте қатты бізде аутизм бірден асқан. Керемет нәтиже, иә. Сонымен сіз осы дәрілерді кешіріңіз сөз бөлгенге. Неше ай болды ішіп жатқаныңызға? 3-ші ай. 3-ші айға келгеніңізге 3 ай болды, иә осымен? Болды. Мен компанияға алғашын балам үшін келдім. Қазір шүкір, еще табыс табамын, и баламды да емдетіп жатырмын. Өзім де зрением нашла. Өзіңіз не іштіңіз? Өзім зрениема застараны іштім. Күшті. И АБ-ны да денсаулыққа шығып жатырмыз. Қазір дені сау, бүйтіп адам кездестіру қиын, барлығының бір жері ауырады ғой, сондықтан да келсін. Тем более баласы аутизм диагнозында болса, сразу осы компанияға келіп, тіркеліп, ана витаминдерді ішсін. Рахмет.